Сәлем, жақсыларым. Сіздермен бірге мен Ноғайбек Асылай. Сабаққа дайындыққа сағатта уақыт кетіріп жүрсіз бе? Ендеше, небәрі 5 минутта дайын ресурс жасауға қалай қарайсыз? Алдымен іздеу жолына Joyteka деп іздейтін боламыз. Шыққан алғашқы мына сайтқа кіретін боламыз. Тіркелуіміз қажет. Ол үшін YT батырмасын басамыз. Міне тіркелу регистрация тұр. Осы жерге өзіңіздің email'ыңызды жазсаңыз болады, немесе Яндекс, Google арқылы тіркелсеңіз болады. Мен Яндексті таңдадым және сол арқылы тіркелдім. Осындай парақша шығады. Создать занятие астындағы батырманы бассақ, бізге керекті негізгі мәзір шығады. Осы жерден қалаған тапсырмаңызды таңдап, 5 минутта өздеріңізге тиімді тапсырманы жасай аласыздар. Үлгісін көрсетейін. Міне, бірінші тапсырманы көрдік. Квест, бұл ең хит тапсырма. Бұл жерде тематиканы таңдайсыздар, яғни қай бөлме тапсырма қолданасыздар, белгілеп өтесіздер. Нақтырақ келетін болса, тапсырманың санын таңдайсыздар, локация таңдайсыздар квестке, қандай бөлме керек, кітапхана, ванна, жануарлармен, адамдармен, жаңа жылдық атмосфера, қандай бөлме керек, өздеріңізге ұнамдысын белгілейміз және келесі батырманы басамыз. Квест тақырыбын жазыңыздар. Оң жаққа қарасаңыздар видео тұр. Бұл орыс тіліндегі видео нұсқаулық. Төменге түсірсеңіздер тапсырмаларды осы жерге енгіземіз. Өте мұқият енгіземіз. Сұрақтың типін таңдайсыздар. Ашық сұрақ, көп жауапты немесе тек бір ғана жауап бар. Сөйтіп жауабын көрсетіп белгілейтін боласыздар. Мұнда оң жағында суретті жүктесеңіздер болады. Жауабын енгіздім. Енді оң жаққа суретін жүктеп көрсетейін сіздерге. Міне осымен бірінші тапсырма дайын. Қалған тапсырмаларды осылай сұрағын, жауабын және қажетті фотоны жүктеп енгізіп толықтыра аласыздар. Барлық тапсырманы енгізген соң келесі батырмасын басамыз. Осы жерде квестті сәтті тапсырған жағдайда оқушыда қандай сөз шығады, сөйлем шығады, енгізіңіздер. Келесі батырмасын басу арқылы квесттің баптауларына кіреміз. Осы жерде тиісті нұсқаларды белгілейсіздер және бізде квестіміз барлығы дайын. Оқушылар қалай кіреді дейсіздер ғой. Мына QR арқылы кірсе болады, немесе кодты теру арқылы кіре алады, немесе сілтемеден өту арқылы кіре алады. Ал енді осы квестті өзіміз оқушы ретінде кіріп, тапсырмаларды орындап, квестті тапсыра алады ма екенбіз? Бірге тексеріп көрейік. Мұнда түртсем жоқ. Мұнда түртсем жоқ. Енді қайда? Мына жерді көрейік. Мына жерді бір нәрсе болу керек қой. Қазір. Таптым. Тудағы күннің неше шуағы бар дейді. Жауабын көрсетейік. 32. Дұрыс па? Келесі екінші тапсырманы табуымыз керек. Кактус, тук. Дым жоқ. Хлопия, дым жоқ. Мұнда не бар? Екінші тапсырма. Кәдімгідей өзім қуанып кеттім ғой тапқаныма. Жауабын көрсетеміз. Енді үшінші сұрақ. Сағат айтпайды маған. Кружкам жоқ дейді. Таптым. Мемлекеттік рәміздер күні қашан? Бұл үшінші тапсырма болатын. Мына ит неге маған қарап отыр? Мына попугайша не ғып әндетпей отыр? Компьютер. Пароль. Демек, попугайдың әндеткен сандары. Осымен төртінші сұрақ бізде дайын.
Әріптестер, осы квесттің сондай хит танымал болатындай-ақ бар екенін байқадыңыздар ма? Қызық екен, иә? Енді оқушыларыңызды таңғалдыруға болатын мен сіздерге тағы да бірнеше тапсырмамен таңғалдырғым келеді. Оны онша ешкім қолдана бермейді. Тек сіздер ғана үйреніп алсаңыздар болады. Кеттік. Мәзірден веб-сервис видео деген тапсырманы таңдадық. Бұл тапсырманың ерекшелігі YouTube'дан бір өздеріңізге сабаққа қажетті видеоны таңдап, оның ссылкасын копировать етіп қоямыз да, сол арқылы видеоның ортасында оқушыларға көріп жатқан кезде тоқтап, өзі сұрақ шығатын болады экранға. Сондай қызықты тапсырма болмақ. Плюс белгісін басу арқылы ең алдымен осы тапсырманың шартын көрсетесіздер, ол видеоның басында шығатын болады. Одан соң сұрақтарды жауабымен енгізе бересіздер. Плюс белгісін басу арқылы. Сұрақтарыңыз дайын болған жағдайда келесі батырманы басып, осы тапсырманың баптауларына келеміз. Қажетті жерлерге белгі қойып, дайын болған тапсырманы бірге көрейік. Мұнда да оқушылар ойынға өте оңай ене алады сілтеме арқылы. Бұл тапсырма кері байланысты алу үшін өте тиімді болмақ сіздерге. Сақтап алыңыздар. Назарларыңызға менің сүйікті ойыным викторина немесе ұяшықтарды таңдау тапсырмасын ұсынғым келіп отыр. Міне аштық, тақырыбын көрсетеміз, сипаттамасын жазып шығыңыздар. Төменге бассаңыздар тапсырмалар шығатын болады. Ең қызығы тапсырмаларды енгізу үшін сіздер тематика таңдау керексіздер, тема. Яғни не туралы болуы мүмкін сұрағыңыз. Бірінші сұрақтар тамақ туралы ма, ұлттық ойындар ма, соны көрсетесіздер. Мен киноны таңдадым. 100-ден 500-ге дейінгі балл берілетін тапсырмалар тұр. Ең қызығы бұл жерге сұрақты теріп жаза алмайсыздар. Бұл жерге сурет енгізесіздер. Яғни алдын ала слайдқа сұрақты дайындалып алып, соны скриншот жасап, сурет ретінде сақтасаңыздар болады. Мен екінші топтамамды, яғни темасын актерлер деп алдым. Ал үшінші топтамамды спортшыларға арнадым. Тапсырмамыз дайын. Осылай тақырып бойынша балды таңдап, оқушылар сурет бойынша сұрақтарға жауап берсе болады. Барлық пәнге жарамды. Сабағыңыз қызықты өтетініне кепілдік. Сабақтың соңында оқушыларға онлайн тез-тез таратып, тез-тез бағалап жере алатын, бүгінгі сабақты қорытындылай алатын тест тапсырмасын сіздерге көрсеткім келіп отыр. Мәзірден тест дегенді таңдаймыз. Тақырыбын жазамыз, сипаттамасын жазамыз, және төменге тапсырмаларды теріп шығатын боламыз, сұрақтарды. Сұрақ бізде ашық сұрақ болуы мүмкін, бір жауапты немесе көп жауапты. Міне сұрағын және жауабын белгілейтін боламыз. Уақытқа лимит қоюға болады. Бұл бірақ бізде шыдаспасам платный түрінде болу керек. Суреттерді де жүктеп сақтасаңыздар болады.
Сұрақтарды толықтай көрсеткен соң, далее батырмасы арқылы баптауларды жөндейтін боламыз. Міне жауаптарын біле алады екенсіздер, собирать результаты дейді. Және де мені сұрақтарды жіберуге бола ма? Яғни ойынның алдында сипаттама көрсетіле ме? Сол сияқты көрсетілді. Келесі батырмасын басу арқылы тестке кіре алады екенбіз. Тексереміз бе? Әрине, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, әрқайсыңыздың қолдауыңыз өте маңызды. Сәлем жақсыларым, сіздермен бірге мен Ноғайбек Асылай. 3 минутта сабағыңызға ойын қосып, оқушыларды баурап алуға дайынсыз ба? Бұл видео дәл сізге арналған. Learning Apps мұғалімдерге арналған тегін онлайн платформа. Бұл жерде тест, викторина, сәйкестік, жұмбақ сияқты түрлі интерактивті тапсырмалар жасауға болады. Бұл платформаның артықшылығы неде дейсіз ғой? Ең бастысы тегін, қазақ тілін қолдайды, оңай қолдануға болады. Тапсырмалар бөлісу жеңіл. Қалай қолданамыз? Сіздерге көрсетейін. Google-ға Learning Apps жаздық. Осы сайт шығатын болады сіздерге. Ең алдымен платформаға тіркелуіміз керек. Создать новый аккаунт дейміз. Осы жерде почта және жаңа пароль ойлап тауып жазуымыз қажет. Менде осылай бірден Google өзі ұсынды парольді, сақталып қалған екен. Мен барлық шарттарды қабылдап, көрсетілген цифрларды қайта теріп шықтым. Осымен дайын. Міне дайын, негізгі парақшаға кірдік. Осы жерде новый упражнение дегенді бассаңыздар, сіздер тапсырмаларды жаңадан құрастыра аласыздар. Міне мәзір берілген, қандай сізге тапсырманың типі керек. Яғни жұптарды табу, классификация, хронологиялық тізбекпен орналастыру. Күнделікті сабаққа қажетті барлық тапсырма типтері бар. Ішінен қалағаныңызды таңдап орындай аламыз. Ал мен сіздерге бірнешеуін жасап көрсетейін. Әріптестеріңіздің әзірлеген дайын жұмыстарында қолдана аласыздар. Мысалға келетін болсақ, лупа тұрған жерге кез келген тақырыпты жазсаңыздар, сіздерге шығарып беретін болады. Мысалы, табиғат деп жазып көрейік. Міне бірнеше варианттар шықты. Ішінен ұнамдысын таңдап алайық. Маған адам және табиғат деген таңдадым. Үлгісін көрейік ойнап. Бұл жерде жеке және топтықта түрі бар екен. Жеке түрін таңдадым. Мұнда бәйге ойыны берілген екен. Өте керемет ұйымдастырылған. Кім сұраққа жауап берсе, сол алдыға қарай шабады. Мен барлық сұрақтарға жауап бердім. Демек, менде бірінші орын. Тапсырманың астына қарайсыздар, сілтеме берілген, сол арқылы бөлісе аламыз. Немесе создать подобное упражнение дегенді басу арқылы осы шаблонды қолдана отырып, өзіміздің жеке тапсырмамызды құрастыра аламыз. Маған тақырып сәйкес келіп тұр, бір-екі жерін ғана өзгерттім, дәл осы қалпында қолданатын боламын. Сохранить дейміз. Келесі қазақ тілі деп жазып көрдім. Нұсқаларын қарап, хронологиялық тізбек тапсырмасын таңдадым. Қане көрейік. Тапсырманың шартына сәйкес сөйлемдерді мағынасына қарай рет-ретімен орналастыруымыз қажет. Бұл платформа күнделікті сабаққа ең тиімді, ең күшті платформа деп айтатын ем. Себебі барлығы тегін.
Егер ұнаса, өзіңізге сақтап алып, жаңартсаңыз болады. Немесе дәл осы қалыптында сілтемені алып, оқушыларға таратып, орындатсаңыз болады. Бұндай таптырмас платформаны қолданбау ол мүмкін емес. Осы шаблонда өздеріңіздің жеке тапсырмаларыңызды құрастыру үшін создать подобное упражнение дегенді басамыз. Міне тақырыбын, тапсырмаларды өздеріңіз ауыстырып жазып шығасыздар. Назарларыңызға екі бағанаға бөлу тапсырмасын ұсынғым келіп отыр. Мен тапсырманың шартын былай дайындадым, яғни кітап немесе фильм екенін екіге бөліп жазып шығу керек. Ал сіз таба аласыз ба? Керемет, дұрыс таптыңыз деген ойдамын. Біз бағанағы бері дайын шаблондарды қолданған болатынбыз. Енді мәзірден өзіміз жаңадан шаблон таңдап, соны әзірлеуді көрсетемін. Міне мына жерден мен бір шаблонды алайын. Создать новое упражнение дегенді басып, өзіміздің тақырыбымызды қоямыз. Мына жерге тапсырманың шартын описанияға жазамыз. Одан соң сұрақтарды, дұрыс жауаптарын белгілеп көрсететін боламыз. Сұрақтарымыз дайын, өзіңізге сақтап аласыз. Енді сізде миллионер болатын мүмкіндік туып тұр. Сұрақтарға дұрыс жауап беріп көріңіз. Керемет, барлық сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіз деген ойдамын. Қазір көрсететін тапсырмам географтарға, тарихшыларға ең пайдалы болмақ. Мен әдейі өзіме осы тапсырманы сақтап алдым. Сіздерге де қызықты болар деген оймен. Тапсырманың шарты бойынша берілген сұрақтағы мекенді осы картадан белгілеп көрсету керексіздер. Жауабын онлайн бірден тексеріп береді. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Пікірге қай тапсырма есіңізде қалды және қайсысын қолданар едіңіздер, белгілеп кетсеңіздер. Әрине тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, әрқайсыңыздың қолдауыңыз өте маңызды. Сәлем жақсыларым, сіздермен бірге мен Ноғайбек Аслай. Бүгін мен сіздерге сабақта оқушылардың назарын бірден аудартатын ерекше интерактивті әдіс Interactive сайтының құпиясын бөліспекпін. Бірақ бәрінде бірден жарияламаймын. Себебі кейбір мүмкіндіктерді өзіңіз қарап, өзіңіздің шығармашылығыңызбен ашсаңыз деген ойдамын. Интерактивті тапсырмалар, жылдам тестілер, визуалды элементтер барлығы оқушыларды сабаққа белсенді түрде қатысуға ынталандырады. Бірақ ең қызықтысы бұл сайттың жасырын мүмкіндіктері. Мен сіздерге арнайы бірнеше кеңес беру арқылы қалай тиімді пайдалануға болатынын көрсете аламын. Бірақ ішкі механизмнің кейбір бөлігін сіздер өздеріңіз ашу қажет боласыздар.
Бастаймыз. Google Interactive деп жазатын болсаңыздар, осы негізгі сайтқа кіретін боласыздар. Жоғарыдағы зарегистрироваться, яғни тіркелу батырмасын басып, оңайы осы Google почта арқылы бірден тіркеле аламыз. Сосын алдымыздан бірнеше сұрақтар шығады. Міндетті түрде соларға жауап беруіміз керек. Бұл сайт бізде Ресейдікі болғандықтан сұрақтардың барлығы, яғни мәзірдің барлығы орыс тілінде болады. Ал тапсырмаларды құрастырған кезде сіздер қазақ немесе қалаған тілдеріңізді қолдана аласыздар. Бұл сайтта негізі ақылы, бірақ сіздер 20 тегін тапсырманы құрастыра аласыздар. Сайтқа кірдік. Жоғарыда сіздер галерея шаблонов деген жерде таңдасаңыздар, біздің әріптестеріміздің әзірлеген жұмыстарын көре аласыздар. Ішінен өздеріңізге ұнаған нұсқаны таңдап, қалағандарыңызша өзгеріс енгізіп, жұмыстарыңызға, сабақтарыңызға қолдансаңыздар болады. Немесе барлығын басынан бастағыларыңыз келсе, онда бізде интерактиві деген жерді бассаңыздар, сол тапсырманың типін таңдайтын боласыздар. Ол не болуы мүмкін? Карточка болуы мүмкін, кроссворд болуы мүмкін, memory game болуы мүмкін, puzzle болуы мүмкін. Барлығын өздеріңіз басынан құрастырсаңыздар болады. Әрқайсысын кіріп көріңіздер, жеңіл, оңай, оқушыларға қызықты болмақ. Осы тапсырмалардың ішінен мен сіздерге бірнешеуін көрсетейін. Алғашқысы колесо фортуны. Міне, бұны өзімізге сақтап аламыз. Ішінен қалаған дизайнды таңдап аласыздар. Енді өзгеріс енгізетін боламыз. Алдын ала бір қарап шығайық. Режим предварительного просмотра. Бұл шаблон маған көңілімнен шықты. Енді өзгеріс енгіземін, редактировать. Өзімнің дайындап қойған суреттерімді, сұрақтарымды енгізсем деп отырмын. Енді сектор таңдаймыз. Қанша сұрақ қоямыз, сонша сектор қалдыратын боламыз. Мұнда ұту ықтималдылығын да процентпен көрсете аласыздар. Бірінші тапсырмамыз дайын. Келесі тапсырмаларды да дәл осылай құрастырып, жалғастыра бересіздер. Сақтаймыз, осымен дайын. Келесі назарларыңызға сиқырлы қорапша тапсырмасын ұсынбақпын. Бірге әр жәшікті ашып көрелік. Бұл тапсырманы үй тапсырмасын тексергенге, қайталауға арналған тапсырмаларда қолдануға болады. Ендеше жасалу жолын көрсетейін. Галерея шаблонов, самые популярные. Осы жерден бағанағы сиқырлы қорапша деген тапсырманы таңдаймыз. Использовать, яғни пайдалануды басамыз. Енді қалағанымызша өзгерту енгізе береміз. Ұяшықтың санын қалағандарыңызша өзгертсеңіздер болады. Мен 5-ге азайттым. Ұяшықты ашқан кездегі тақырып және сұрақтың өзін жаза аласыздар. Сондай-ақ сурет қойсаңыздар да болады. Ұяшықты ашып тексеріп көрейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай тапсырмамен қалаған нұсқада оқушыларыңызбен бөліссеңіздер болады. QR, SMS немесе сілтеме. Енді қазына іздеу тапсырмасын экранда сіздерге үлгісін көрсеткім келіп отыр.
Шарты, сіздер әрбір сұраққа дұрыс жауап берген сайын жасырын суреттер ашылатын болады. Егер де барлық сұрақтарға дұрыс жауап беретін болсаңыздар, сол суреттердің бөліктері барлығы қосылып, бір жалпы пазлды құрастыратын боласыздар. Сіздер қазынаны табатын боласыздар. Ұнады деген ойдамын. Жасалу жолын көреміз бе? Галерея шаблонов, самые популярные. Осы жерден өзіміздің тапсырманы табамыз. Редактировать дегенді басу арқылы өңдей аламыз барлық тапсырманы. Керекті сұрақтарды қосып, артық сұрақтарды алып тастап, қажетті фотоларды жүктеп, керек еместерін өшіріп тастай аласыздар. Сұрақтарымыз дайын. Құттықтау сөзді де қазақша қалағандарынша ауыстырып жазамыз, сақтаймыз және дайын. Соңғы тапсырма айырмашылығын тап деп аталады. Сіздерге 1-2 сурет беріледі. Бір-бірінен 5 айырмашылығын табу керексіздер. Ал жасалу жолын бұл сіздерге тапсырма болмақ. Өздеріңіз қарап, көріп, керегін түртіп алсаңыздар. Әрине, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, әрқайсыңыздың қолдауыңыз өте маңызды. Сәлем жақсыларым. Бүгін мен сіздерге QR-код жасаудың қарапайым әрі тиімді әдістерін көрсетемін. Егер сіздерге ыңғайлы әрі тез шешім керек болса, бұл видео сіздер үшін. QR-код бұл ақпаратты жылдам оқуға мүмкіндік беретін матрицалық код. Ең алдымен Google-ға QR-code generator жазамыз. Сол кезде бізде бірнеше нұсқалар шығатын болады. Бізге керегі осы көкпен берілген парақшаға кіреміз. Тіркелу батырмасын басамыз. Өзіміздің почтамызды таңдаймыз. Енді сұраққа жауап беруіміз керек. QR-кодты қандай мақсатта қолданамыз? Яғни коммерческий ма, жоқ па, соған жауап беру керекпіз. Дайын болды. Енді міне негізгі бет шықты. Мұнда қарасаңыздар PDF-ті, әлеуметтік желіні, кез келген парақшаларды, суретті, музыканы барлығын QR-кодқа айналдыра алады екенбіз. Ендеше бірге жасап көрейік. Үлгі ретінде мен өзімнің YouTube видеомның сілтемесін аламын. Копировать етіп алдым. Енді жаңағы парақшаға келіп вставить етеміз. Және кішкене создавать етемізді кішкене күтеміз. Ең қызығы QR-кодтың өзін түрліше сәндеуге болады. Міне оның рамкасын сәндеуге болады, таңдай аласыздар. QR-кодтың өзінің ішіндегі қарадақтарын таңдай аласыздар. Және логотипті қоя аласыздар. Жүктеу батырмасын басамыз және нәтиже дайын.
QR код жасаудың екінші жолын көрсеткім келіп отыр. Google-ға QR Code Monkey деп жазамыз, шыққан бірінші парақшаға кіреміз. Мұнда да тіркелуіміз қажет. Үлгі ретінде YouTube каналымның сілтемесін қойып көреміз. Ол үшін YouTube-ті басамыз. Осы жерге сілтемені вставить ететін боламыз. Келесі кезекте QR параметрін өзіңізге ұнаған нұсқалар бойынша өзгертіп шығасыз, яғни түсін деген сияқты. Енді жүктеп аламыз. Нәтижесін көрейік. QR кодты тегін жасаудың үшінші нұсқасын назарларыңызға ұсынамын. Google-ға мына берілген тақырыпты жазсаңыздар, сіздер бірден парақшаға өтетін боласыздар. Алдымен тіркеліп аламыз. Менде осы компьютердегі почтам арқылы кіріп жатырмын. Негізгі бет шықты. Енді мен сіздерге үлгісін көрсетейін. Ол үшін создать новый QR кодты бастық. Өздеріңіз көріп отырғандай, текст, аудио, Wi-Fi, карта барлығын QR кодқа айналдыра аласыздар. Менің үлгім YouTube болғандықтан, YouTube-тің сілтемесін осында алып келдім. QR кодтың атауын да көрсете аласыздар. Дайын болды, енді нәтижесін көрейік. Төменнен өздеріңізге осы QR-ды сәндеп, әртүрлі шаблондарды алсаңыздар болады. Маған осы 3 QR-дың ішінен ең ұнағаны осы QR код жасау парақшасы болып отыр. Өте әдемі нұсқалар бар екен. QR кодқа әртүрлі логотипті қоя аласыздар. Мен мысалға YouTube-тікін қойдым. Нәтижесі көз қуантады. Маған сондай ұнап отыр. Сіздерге де ұнады деген үміттемін. QR код жасауда пайдалы, тегін, әрі оңай болатын келесі парақшаны да өздеріңізге белгілеп алуды ұсынамын. Мұнда сіздер тіркелмей-ақ бірден іске кірісе берсеңіздер болады. Міне мен сілтемемді осында алып келейін.
Төменнен сіздер параметрін өзгерте аласыздар, рамкамен, фонмен, суретпен. Мен QR кодтың ортасына басқа суретті жүктеп көргім келіп отыр. Нәтижесін көрсетейін сіздерге. Қазір үлкейтіп те көрсететін боламын. Ал сіз бүгінгі QR парақшасының қай нұсқасын таңдар едіңіз? Бөлісе кетіңіз. Сәлем бәріне, сіздермен бірге Ноғайбек Асылай. Дәстүрлі сабақтан шаршадыңыз ба? Оқушыларды қызықтыру мүмкін емес сияқты көріне ме? Сабыр сақтаңыз. Сізге керемет шешім тауып қойдым. Ол Lumiere. Бұл платформаның көмегімен сабақты ойынға айналдырып, оқушылардың белсенділігін арттыра аласыз. Ой, тағы бір қиын сайт қой, деп ойлап тұрсыз ба? Ондай емес. Мұнда барлығы оңай. Сізге тек 3 қадам қажет. Бірінші, презентация әзірлеу. Екінші, интерактивті қосу, тесттер, ойындар, сурет салу, бәрі бар. Үшінші, бөлісу және басқару. Бірден тапсырманы алып, онлайн бір уақытта орындай алады. Платформаға шолу жасайық. Міне Lumiere сайтын біз Google-ға жазсақ, осы парақша шығады. Негізгі менюін таптық. Міне осы жерден қалаған ойындарыңызды таңдай аласыздар. Тест с монстрым дегенді көрейік. Осы жерге көп жауапты сұрақ қоя аласыздар, немесе жалған өтірік деген сұрақты, жалған шынайы деген сұрақты қоя аласыздар. Менде сұрақтар дайын болғандықтан Word-тан алып қойдым. Барлығы 5 сұрақ. Енді ойынға көшейік. Міне фон, 2 фон беріпті. Бір фонды таңдап аламыз. Готово деп басамыз. Бұл тапсырманы орындау үшін оқушылар керек бізге. Сол үшін сілтемесін жіберейік. Ойынға сілтеме жіберу үшін начало дегенді басамыз. Осы жерде QR немесе код шығады. Оқушылар өз телефондарынан осы белгілер арқылы өте алады, яғни QR немесе сандар арқылы. Ал бастайық. Негізі көп адам болған қызық болады, бірақ бұл жерде менде бір ғана адам. Егер көп болса, топқа бөлуге болады. Мұнда қазір сіздерге телефоннан кірген кездегі ойынның түрін көрсете аламын. Міне оқушылар ашқан кезде осындай сұрақ шығатын болады. Ойынның екінші түрі игровой шоу дегенді мәзірден таңдап алдым. Сұрақтарын өздеріңіз теріп жазып шығасыздар.
көп жауаптарын таңдадым. Қазір мұны да ойнап бірге көрейік. Айта кетейік, бұл ойынды да міндетті түрде оқушылар өздерінің телефондарынан ссылкаларды немесе кодты ашу арқылы қатыса алады. Ал бұл ссылканы қалай жібереміз десеңіздер, міне YouTube-қа кіресіздер, поделицаны басамыз. Осы жерде получить ссылку деп тұр. Сіздерге тағы бір ойынды көрсеткім келіп отыр. Lumio-дің барлық мүмкіндігін пайдаланғандарыңызды қалаймын. Үшінші ойын мәзірде міне игровые задания. Осы жерде бірінші тұрған гонки ойынын көрейік. Дәл бағанағыдай қайталаймыз. Сұрақты жазамыз, сосын сақтаймыз. Ойнап көреміз бе? Қатысушылардың санын анықтайсыздар. Бұл жерде де оқушылар QR арқылы қосыла алады. Енді сіздерге осы платформадағы басқа әріптестеріміздің әзірлеген жұмыстарын да пайдалануға болатындығын көрсеткім келеді. Ол үшін библиотека Lumio деген жерге кіреміз. Осы жерде сіздерге барлығы берілген ойындар, презентация, тесттер бар. Өздеріңіз мына жерден сыныпты, атын, пәнді таңдай отырып, әрқайсысын жеке-жеке ашып, мүмкін өздеріңізге бір тиімдісін таңдап алсаңыздар болады. Мен numbers деген тақырып таңдадым, яғни сандар ағылшын тіліндегі. Сыныпты белгіледім. Енді осы жерге ойындар шықты. Ішінен көзіме ең ұнамдысын таңдап алдық. Өз профилімізге осы ойынды сохранить етіп алайық. Ойынды ойнамас бұрын осы парақшаны оқушылармен бөлісуге болады. Олар осы ойынға қатыса алу үшін
QR немесе мына арнайы кодты теретін болады сайтта. Ал тапсырмамен танысып көрейік. Бұл жерде сандар мен олардың жазылуын сәйкестендіру керек екен. Бұл да өте қызықты, кез келген пәнде қолдануға болады. Ал сіз ең алдымен қай ойынды ойнатар едіңіз? Бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сәлем, жақсыларым. Сіздермен бірге мен Ноғайбек Асылай. Бүгін сіздерді интерактивті оқытудың тренді EducaPlay платформасымен таныстыратын боламын. Неге бәрі EducaPlay платформасын таңдайды? Себебі тесттер, викториналар, ойындар барлығы бір жерде. Ең бастысы тегін. EducaPlay платформасы да жасанды интеллект құралы. Сенбейсіз бе? Видеоны соңына дейін көріңіз және жақында ашық сабағы бар әріптесіңізге жіберіп қойыңыз. Ал ендеше бастайық. Google'a EducaPlay жазамыз. Міне алғаш шыққан сайтқа кірдік. Негізгі бетте сіздер тіл таңдай аласыздар, ағылшын және орыс тілі. Тіркелу үшін Google арқылы кірген сіздерге оңайырақ болады. Негізгі бет шықты, енді біз ойын жасауымыз керек. Ол үшін міне новый деген батырманы басамыз. Міне осы бетте EducaPlay платформасының меню деп атасақ болады. Себебі осы жерден сіздер өздеріңіздің жандарыңызға қажетті тапсырманы, викторинаны, тест түрін таңдай аласыздар. Ал мен сіздерге ең танымал бақа ойынын көрсетейін. Тапсырманы таңдаған кезде жиі сіздерге шығатын болады. Осы жерге тақырып жазсаңыздар, ол сіздерге дайын тапсырма құрастырып беретін болады. Немесе мен сияқты егер сұрақтарыңыз дайын болатын болса, онда бір-біртіндеп тапсырмаларды теріп, жазып шықсаңыздар болады. Дайын, яғни дұрыс жауапқа жанына птичка қойып шығасыздар, дұрыс емес болса X-ті басасыздар. Сұрақтарды қалаған тілдеріңізде жаза аласыздар. Қазақ тілі, ағылшын, орыс тілі. Сұрақтар дайын. Енді келесі мәзірге, келесі таңдауға өтетін боламыз. Бұл бетте сіздер толтыру керек ақпарат ол лейбіс, яғни қатысушылардың қанша өмір бере аласыздар оларға. Ұтылып қалған жағдайда ойындық 2 рет ойнай ала ма, соны жазасыздар, 3 рет ойнай ала ма. Келесі уақыт, әр тапсырмаға қанша секунд бересіздер. Мен 3 секунд дедім. Негізгілер осы. Келесі мәзірге өтеміз. Үшінші, бұнда ақпарат, тақырыпты жазамыз. Description, суреттеп өтесіздер, қай сыныпқа арналған деген секілді. Ойынды сақтамас бұрын превьюді басу арқылы ол қандай түрде болады ойын, соны
бір қарап көрсеңіздер болады. Мұнда да тіл таңдай аласыздар, ағылшын немесе орыс тілі. Міне дауыстарын өзгерте аласыздар, ақпарат берілген. Ойынды сақтаймыз. Сілтемесін оқушылардың чатына жіберсеңіздер, олар бір уақытта барлық оқушы өз телефондарына кіріп, ойынға қатыса алады, өздерінің бал ұпайларын иемденеді. Ойынды ойнап көреміз бе? Міне ұпай шықты. Астында отчет деген батырманы басу арқылы дұрыс жауаптарын көре алады. Ал мына файл деген белгіні бассаңыздар, оқушылар туралы отчетты көресіздер. Яғни, егер оқушылар өз Google почталарымен кірген болса, онда оқушылардың аты-жөндері шығып тұрады. Назарларыңызға тағы бір тапсырманы тексеріп көруді ұсынғым келіп отыр. Бірінші тұрған расстановка. Бұл жерде біз жасанды интеллект арқылы сұрақты құрастырып көрейік. Тақырып Қазақстан деп жаздым. Маған тарихқа қатысты құрастырып берген екен. Соны көрсетейін сіздерге. Бүгінгі жи құралы сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. EducaPlay платформасында қандай тапсырмаларды негізі өздеріңіз қолданып көрдіңіздер? Айта кетсеңіздер. Ура! Біз жеңдік! Әрине тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Әрқайсыңыздың қолдауыңыз өте маңызды. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ноғайбек Аслай. Бүгін біз сабақты ойынға айналдыратын керемет әдіспен танысамыз. EducaPlay платформасында 3 қызықты ойын құрап, оны сабақта қалай қолдануға болатынын көрсетемін. Ендеше Memory Game, Alphabet Game және Crossword жасауды бірге үйренейік. Видеоның соңында бонус лайфхак бар, сондықтан соңына дейін қараңыз. Алғашқы ойынды құрастыру үшін мәзірден память деген батырманы басамыз. Алдарыңыздан жасанды интеллект шығады. Осы жерге өз тақырыптарын жазсаңыздар, бірнеше секундтың ішінде ғана сіздерге тапсырма ұйымдастырып береді. Тапсырмамыз дайын, енді ойнап көрсек қайтеді? Ойынның шарты бойынша бірдей сөздерді сәйкестендіру керек, немесе сөздер мен суреттерді жұптастыруға болады. Енді бұл тапсырмаларды кез келген пәнде қолдана аламыз. Мысалға, тілдік пәндерде жаңа сөздер мен олардың мағыналарын сәйкестендіру, математикада есептің берілуі мен жауабын сәйкестендіру, және тағы да басқа пәндерде берілген суреттер мен сөздерді сәйкестендіре аласыздар. Келесі әріпті дұрыс таңдау ойынын құрастыру үшін мәзірден таңдап аламыз алфавит деген ойынды. Міне интеллект шықты, осы жерге тақырыбымызды жазамыз. Бірнеше секунд және хоп, жауаптар дайын, сұрақ тапсырма дайын, ойнап көрейік. Ойынның шарты берілген сұраққа жауап беру үшін сол сөз мына көрсетілген әріптерден басталуы қажет. Бұл тапсырманы барлық пәнде қолдануға болады. Үй тапсырмасын тексеру мақсатында ми шайқау тапсырмасы бойынша қолдануға болады. Әсіресе термин сөздер және жаңа сөздерді таныстырғанда өте пайдалы болмақ.
Үшінші ойын барлығымызға танымал кроссворд. Мәзірден кроссворд таңдайсыздар. Міне жиыға қалаған тақырыптарыңызды тересіздер. Тапсырмамыз дайын. Енді орындап көрейік, өте қызықты болайын деп тұр. Бірге көрейік. Назарларыңызға бонус лайфхакпен бөлісетін уақыт келді. Оқушыларыңызға үй тапсырмасына ойын ұйымдастыруды осы платформада құрастыруды тапсырыңыздар. Бұл олардың креативтілігін арттырады. Ал сіз ең алдымен қай ойынды ойнатар едіңіз? Бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, қолдауларыңыз өте маңызды.